Следующая остановка. أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل. استووا. لا حول ولا قوة إلا بالله. Video. Video में रेस्टोरेंट पता हो रहा है. имамның сызығының алдына қарай тұрып ала береді. Олардың намазы біздің не болмайды, дұрыс болып есептелмейді. Сонша жерден сонша ақша төлеп еңбек етіп келгеннен кейін намазымызда барлығы не болсын, сол атын асанды сай болсын. Осыған қатты көңіл бөлеміз. Қазылар, одан кейін біздің істейтін негізде амалымыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға сәлем беру. Пайғамбарымыз сәлем беру бізді Аллаға жақындататын құлшылықтың бірі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға сәлем беру өте үлкен сауапты амал. Апалар, әйел сіздердің сәлем беретін уақыттарыңыз уақыты шектеулі. Ер кісілердің сәлем беруінде ешқандай шектеу жоқ. Мешіттің өзінде 41 есік бар, мешітте. Ер кісілер біз 41-ші есіктен кіріп, ең соңғы 41-ші есіктен шығамыз. Оны көрсетіп, бірге жүреміз. Ал сіздер, әйел кісілер апалар, сіздер уақыттарыңыз құптан намазынан кейін түнгі сағат 11-ге дейін 7:20-7:30-да құптан болады, оқылғанша 8 болады. 8-ден 11-ге дейін сәлемге кіре аласыздар. 31-32 есік арнайы есік бар. Онда барып бірге көрсетеді иншалла. Сіздер құптаннан кейін барасыздар. Және де таң намазынан кейін сол 5-ге дейін, 5:12-20-да 11-ге дейін таң намазынан кейін сәлем беруге кіруіңізге болады. Сіздер әлі осы жерде естейсіздер, 2 рет 3 рет сәлем береміз. Ал бұлай да сәлем беру үшін күндіз өтіп бара жатып сәлем береміз десе, жазу күндіздің бәрін тұсына барып сәлем беріп беріңіздер. Сәлем беріңіздер. Сәлем
мен оның сәлемін қабыл аламын, естимін, естіп жауап беремін. Бірақ жақыннан сәлем берсін. Ал кім маған алыстан сәлем беретін болса, Алла Тағала оған бір уәкілет пен періштені жеткізеді. Сол періште маған, ей Мұхаммед, саған осындай деген кісінің баласы қызы саған сәлем жолдады. Мен оны жазып қоямын, сақтап қоямын. Не үшін? Ертең қияметте соған шығады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, кім мені дүниеде өткеннен кейін зиярат ететін болса, мені тірі кезінде зиярат еткенмен бірдей болады деген. Неге алыңыз деген ғой, жаңағы тұтқынға алыңыз деген ғой. Сөйтіп раввинді әкеліп тұтқынға алып қамап тастаса, жексенбі күні бүткіл яһуди жаңағы әкімшіліктің алдында жүр дейді. Неғып жүрсің? Мына біздің әулиеміз, ол ешқандай күнә жасамайды, ол күнәдан пәк. Ол біздің күнәлерімізді көтеріп жүрген адам, сондықтан ол кісіні кешіріңіз деп бүткіл яһуди жаңағы қолдап барып тұр. Қолымнан түк келмесе де, мен сол ақиқат үшін өлуге дайынмын деді. Біз жаңа сөзіміздің басында айттық қой, жаңа осыған қайтып ораламыз деп. Кей кезде біз жаңағыда ақиқатты айтуға қорқамыз ғой. Қазір отырып жаңа бір нені ауылымыздың әкімін или ауданымыздың әкімін мақтайын десек, елдің сөзінен қорқып жүреміз, айналайын деп айтайын десек, нені қаншаға сатылдың деген сөзді естейміз, әкімшілік қанша төлеп қойды, оны мақтап атсың өтшілді деп. Бірақ біз қандай қазақ едік? Жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын дейтін қазақ едік. Біз қандай қазақ едік? Керісінше, болатын елдің баласы бірін-бірі батыр дейтін қазақ едік. Болмайтын елдің баласы бірін-бірі дейтін қазақ едік, Қазір не болдық? Керісінше, бір-бірінің артын ашқандар герой болды қазір. Бақытжан келіп түсеміз. Biz Uhud tağına girdik. Buranın beri Uhud tağı ekan. Ana сол Халид ибн Валид мына бір айналып келіп, мына садақшылардың түсіп кеткен сәтті пайдаланып кестеді. Артынан соққы беріп, мұсылмандар ортада қоршауда қалып қалды. Мына осы қоршауда қалған кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ұстаз қылып жіберген Мұсхаб ибн Умейр деген сахабасы болған, бәріңіз білесіздер, Мұсхаб ибн Умейр деген бір байдың баласы болған. Ананың байлығы бір рет киген киімін қайтып кимейтін жігіт болған. Үстіне сондай қымбат, андай иіссулар себетін, мына жерден бүгін таңертең Мұсхаб ибн Умейр өтсе, кешке дейін осы жерде жүргендер, бүгін мына жерден Мұсхаб өтіпті ғой дейді. Иіссу жүрген жерде кешке дейін қымбат жоқ. Сөйтіп жаңағы ислам келгенде, исламды қабылдаған кезде әке шешесі ультиматум қояды. Егер мына Мұхаммедтің артынан кетсең, мына байлықтан саған көк тиын жоқ. Егер мына өзіңнің ата-бабаңның дініне қайтсаң, осы байлықтың бәрі сенің кетеген кезде, сол байлықтан бас тартып, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям артынан ереді. Міне осы жерде шахид болған кезде жерлеуге үстін орайтын киімін әрең табады.
қараңыз, қандай байлықтан отказ жасап, қандай жағдайда дүниеден өтті ислам үшін. Міне сол мүлік нәрсемede қайтадан құлшылыққа содан қайтадан келдік те. Сол кезде тура соғысып жаңа умраға келген кезде құлшылығымды жасадым. Умрам қабыл болды енді ары қарай. Күнәден анамнан туғандай тазаландым. Егер анам мына күнә келіп баратса, тағы да умраға барып келе салам деп. Микрофон ұстамай ал. Раудаға келе жатырмыз, әйел адамдар очередпен QR кодпен кіреміз. Біріншіден өттім уже. Енді ана жерде тағы очередте тұрып Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның денесі жатқан жерге барамыз. Сол жерде жанында тұрып намаз оқимыз. Бұйырса дұға тілейміз. Сонда кетіп бара жатырмыз. Бүгін 10-ға жазылдым мен. 10-ға орын алдым. Saat 9 birden erте geldim ya. 9:30 ekan, sonra kelib oldim. Tutib bugun erta kelgan do'stlar qisib ekan. Ayol odamlar aniyoqda to'lib tur еще. Birinchi potokdan o'tdik. 3-potokka keldik. Biz Uhud Dağı'na geldik. Buranın beri Uhud Dağı ekan. İslam'ı қабылдамаған еді. Ана сол Халид ибн Валид мына бір айналып келіп мына садақшылардың түсіп кеткен сәтті пайдаланып кестеді. Артынан соққы беріп мұсылмандар ортада қоршауда қалып қалды. Мына осы қоршауда қалған кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ұстаз қылып жіберген Мұсхаб ибн Умейр деген сахабасы болған, бәріңіз білесіздер, иә? Мұсхаб ибн Умейр деген бір байдың баласы болған. Ананың байлығы бір рет киген киімін қайтып кимейтін жігіт болған. Үстіне сондай қымбат, андай иіссулар себетін, мына жерден бүгін таңертең Мұсхаб ибн Умейр өтсе, кешке дейін осы жерде жүргендер, бүгін мына жерден Мұсхаб өтіпті ғой дейді. Иіссу қымбат болса, кешке дейін қымбат болса. Сөйтіп жаңағы исламды қабылдаған кезде әке шешесі ультиматум қояды. Егер мына Мұхаммедтің артынан кетсең, мына байлықтан саған көк тиын жоқ.
егер мына өзіңнің ата бабаңның дініне қайтсаң, осы байлықтың бәрі сенікі деген кезде сол байлықтан бас тартып пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам артынан ереді. Міне осы жерде шахид болған кезде жерлеуге үстін орайтын киімін әрең табады. Қараңыз, қандай байлықтан отказ жасап, қандай жағдайда дүниеден өтті ислам үшін. Міне сол
Qanday жағдай бар? Қара, Арақаның негізгі ішкі мән мағынасы дейді болып тұр. Бұл жерде бұға болып тұр. Ертең қияметте Алла Тағаланың алдына бар. Уақытында жиналып отыр. Жерлер, ананы айтып деген дейді. Түсінесіз бе? Ол кезде Алла Тағала не істейді? Оқытауында.
көрінбейтін әскер періште. Менен біз қорқап қойғанбыз. Яғни сендер шықпасаңдар да біз Құдай Тағала жеңісін береміз керек. Алла Тағала ең болмағанда 5 минут болса тұру керек. Бізде сонда кейде сондай жағдайлар бар, қарттар ауырып қалады, скорыйда басқа да болады. Сол кезде не істейді? Скорыймен алып келіп, осы жерде енді 5 минут болса да осы жерде тұрады. Қарызы орындалу керек та, содан кейін қайтадан алып келді. Әртүрлі жағдайда. Яғни сол кісі тұрмаса, оның қарызы не болып тұрады? Арафа деген осы. Мына жерде палаткалар бар, каркастар бар, осындай келетін болса, бұл жерде кондиционері алып келіп қояды осы жерге. Палатканың ішінде болады. Міне осы жердің барлығы қарыздарға жылына тек қана. Следующая остановка. استووا أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل. استووا. الله أكبر.